Ішім пісті. Сабақ қашан бітеді екен? Ұлы географиялық ашулар кімге керек? Оқымысты жанынаға қағаз лақтырып жынатеміз бе? Жоқ, менде одан да қызық ой бар. Сонымен оқушылар, осы ұлы географиялық ашылулардың қай ғасырларға сәйкес келетіндігін жөнінде кім айтып жібереді екен бізге? Жанна жауап берсін. 15 ғасырдың соңынан 17 ғасырдың ортасына қарай жалғасты. Керемет, отыра ғой. Сендер ме жасаған екеуіңіз? Жоқ, біз емес апай. Апай, біз қалай істейміз? Біздің қолымыз жетпейді ғой. Жақсы оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Сендер ма бұны істеген? Мойындандар. Жоқ, біз емес. Өтірік айтпаңдар, білемін, мен сендер істедіңдер бұны. Сен оны қайда біліп қойдың? Білемін, өйткені біздің сыныпта мен білетін 3 құлжақбас бар. Екеуі белгілі, жүрісі кім екен? Жақын арада білетін боласыңдар. 3-ші құлжақбас мен болам. Достар, бұндай қылықты қайталамайық. Сабақта білімді болайық, тату болайық, дос болайық.